Сәлем достар, бүгін біз таңғажайып құшақтар әлемі туралы сөйлесетін боламыз. Әрбір құшақтың өзінің тарихы бар, және көптеген жылдар бойы балалар мен ересектердің назарын аударып келеді. Олардың қызықты әлеміне еніп, құшақтар туралы қызықты деректерді білейік. Құшақтар ежелгі дәуірде пайда болды, және әртүрлі мәдениеттерде сұранысқа ие. Олар ойыншық ретінде ғана емес, сонымен қатар салт-дәстүрлік немесе рәсімдік мәнге ие. Алғашқы құшақтар ағаш, тастан, сүйектен, саздан және матадан жасалған. Ежелгі құшақтар шынайы адамдарды да мифтік тіршілік иелерін бейнелеген. Ең басында құшақтар өте ұзақ уақыт бұрын тіпті ежелгі дәуірде жасалған. Археологтар әртүрлі мәдениеттерде құшақ ойыншықтары ретінде пайдаланған заттарды тапты. Мысалы, ағаш құшақтар Мысыр қабірлерінен табылған, және олардың жасы бірнеше мың жыл деп есептелінеді. Біз білетін алғашқы құшақ Винчи құшақ немесе Франческо құшақ деп аталады. Оның құрылуы 16 ғасырда өмір сүрген итальяндық суретші және жазушы Франческо Андреа Мельтияға байланысты. Бұл құшақ ағаш пен матадан жасалған және қозғалмалы қолдары мен аяқтары болды. Уақыт өте келе құшақтар айтарлық эволюциядан өтті. Олар қазіргі заман технологияны ескере отырып, олардың мүмкіндіктері мен әртүрлі түрлері шыңғырлақ болды. Бұл процесс бүгінде жалғасын табуда. Құшақтар туралы қызықты деректер. Ежелгі Грекияда қыздар ана болуды үйрету үшін құшақтарды пайдаланған. Бұл оларға балаға күтім жасау дағдыларын меңгеруге және болашақ ана болуға дайындалуға көмектесті. Барби құшағы 1959 жылы жасалған және әлемдегі ең танымал құшақтардың біріне айналды. Оны ағайындағы Рутилиано және Рудольфо Маттелли ойлап тапты және стиль мен сәннің типіне айналды. 1986 жылы құшақтар әлемдегі нәсілдік және мәдени әртүрлілікке қадам басқан алғашқы афроамерикалық Барби құшағы шығарылды. Әлемде құшақтардың алуан түрі бар. Классикалық үлгідегі құшақтардың аю құшақтары, құбыжықтар мен супер қахамандарға дейін. Олардың барлығы ойын мен шығармашылық үшін керемет мүмкіндіктер ұсынады. Барби құшақ әлеміндегі ең танымал құшақтың бірі. Оны 1959 жылы итальяндық ағайынды Рутилиано мен Рудольфо Маттелли ойлап тауып жасаған. Олар американдық Mattel компаниясымен ынтымақтаса отырып, стиль мен сәннің символына айналған жаңа құшақ нарыққа шығарды. Барбидің сыртқы бейнесі неміс құшағы Билд Лили шабыттандырды. Барби сан құшақ индустриясының пионері болды. Биік бойы сәнді киімдері, түрлі аксессуар мен сән ойлан кәсіптер оны балаларға ғана емес, коллекционер арасында да танымал етті. Осы жылдар ішінде Барби тенденция мен әлеуметтік мәдени өзгерістер көрсететін сұлулық пен эмансипация символына айналды. Тіпті 2023 жылы Барби атты кино да шықты. Барби құшағы туралы бірнеше фактілер. Барбиде дәрігер, ұшқыш, астронавт және тағы басқа секілді 200-ден астам мамандық бар. Ол балаларды армандарына жетуге шабыттандырады. Барбидің сән алуан мамықтандықтармен қатар, әр баланың өзіндік танытудың қиялын дамытуға мүмкіндік береді. Көптеген киімдер, аксессуарлар түрлері бар. Барбидің ең қымбат және сирек түрлерінің бірі 1959 жылы жасалған ескі сән Барби. Ол аукционда $27,000 асатын таңғажайып сомаға сатылды. Құшақтар ойыншықтар ғана емес, сонымен қатар мәдениет пен тарихтың маңызды символдары. Олар біздің қиялымызды бітіруге, басқаларға қамқорлық жасауды үйренуге және қиялымыздағы әртүрлі әлемдерді жасауға мүмкіндік береді. Сөзсіз құшақтар біздің өміріміздің маңызды бөлігі болып қала береді, және біз өзінің сұлулығымен және көптеген мүмкіндіктерімен қуанта береді. Енді сіз құшақтардың қалай дүниеге келгенін білесіз. Сізге бұл бейне ұнады деп үміттенеміз. Біздің қызықты әлеміміз туралы басқа бейнелерді көруді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.